Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 7-ші тақырыпты бастаймыз. Тақырып табиғат ғажайыптары, фонетика әлеміне саяхат. Видеоны қарамас бұрын лайк басып каналға міндетті түрде тіркелеміз. Әнші құм. Жетісу өңірінде орналасқан құмды төбе Әнші құм деп аталады. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8 километр, ені 3 километр. Құм төбенің бұлай аталуының өз сыры бар. Жел соққанда майда құм түйіршіктері суылдап төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың үніне ұқсас таза әдемі әуен естіледі. Егер жел күшейе соқса, әлгі әдемі әуен реактивті ұшақтың гуіліне ұқсап кетеді. Осындай ғажап әуенді есту үшін адамдар оған әдейі баратын болған. Табиғаттың мұндай ғажап әншісі ешбір елде жоқ. Тапсырма. Бізге жоспар берілген, сол жоспарды толықтырып аяқтаймыз. Жоспар. Әнші құмның сипаты, әнші құм аталу себебі, ал үшіншісіне табиғат әншісі деген жоспарды қоюға болады. Жазған жұмыстарды өзара тексеріп, жіберілген қателерді анықтаңдар. Келесі тапсырма: порталасы мен диалогты оқып, әрі қарай жалғастыр. Бұл жерде Мери мен Әлидің диалогы берілген. Тыңдаймыз. Мери, сен жазғы демалыста қайда бардың? Мен атаммен бірге Әнші құмды көруге бардым. Мери айтады: мен Жұмбақтасқа бардым. Ал енді әрі қарай өзіміз жалғастырамыз. Яғни диалогты құрау барысында мәтінді пайдаланамыз. Жалғастырамыз. Әнші құмда шынымен де әдемі әуен естіледі ме? Иә, жел соққан кезде керемет әсер аласың, ал Жұмбақта шынымен адам бейнесіне ұқсайды ма деп Әли сұрайды Мериден. Мери: иә, ерекшелігі екі жағынан қарасаң, екі түрлі мүсін көресің. Табиғаттың ерекшеліктері бітпейді ғой, керемет. Келесі тапсырма: сөздердің тасымалдану түрлерін көрсетіп жаз. Жалпы балалар, тасымалдау дегеніміздің не екенін есімізге түсірейік. Тасымалдау біз жазу барысында немесе диктант жазу барысында жолға сыймай бөліп жазу керек болатын сөздер болады. Яғни оны тасымалдау деп атаймыз. Негізі тасымалдау әр сөздің буынына байланысты жүріп отырады. Бізде тасымалданбайтын сөздер де бар. Олар адам атаулары және жер су аттары тасымалданбайды. Бізде жетісу, түйіршік, өңір, кішеуі, әуен деген сөздер берілген. Енді жетісу деген сөз бұл бізде жер су аттары болғандықтан бұл бізде тасымалданбайды. Ал енді түйіршік, бұл бізде түйіршік және түйіршік болып тасымалданады жазу барысында. Өңір сөзі өңір, күшею сөзі күшею, әуен сөзі әуен болып тасымалданып жазылады. Оқушылар, енді бізде шығармашылық үзіліс. Тапсырма былай: алдымен әріптерін мағыналы сөздер шығатындай етіп ұяшықтарға орналастыр. Содан соң нөмір қойылған ұяшықтарды әріптерден сөз құрастыр дейді. Бізде қабатас, наулық, рыспа деген сөздер, яғни әріптер шатастырылып беріліп тұр. Мысалы, қабатас деген сөзден біз тасбақа деген сөзді құрай аламыз. Яғни бірінші ұяшыққа тасбақа деген сөзді жазып шығамыз. Ал екінші сөзге бізде сөздерді құраса құлан деген сөз шығады. Яғни құлан сөзін әріптерін әр ұяшыққа бөліп жазамыз. Үшінші кезекте бізде барыс сөзі шығады. Енді балалар қараңдар, бір санында бізде қ әріпі тура келіп тұр, ұяшықтарда. Ал екі санында о әріпі ұяшыққа сәйкес келіп тұр. Ал үш санында р әріпі бізге ұяшыққа сай келіп тұр. Сол кезде бізде құр атауы шығады. Яғни құр деген бұл құстың атауы. Енді сол құс туралы дерек береміз. Міне балалар, бізде құр сөзі шықты. Яғни құр деген құстың атауы, құр құсы туралы мәліметтер берілген. Каналға міндетті түрде жазыламыз, және достарымызға таратамыз.